Bir rivayet boyunca Allah Taala mындай деп вахий жіберген. Үмметіңнің күнәкөрлеріне айтып қой, менен атымды оғыздарына алышпасын. Анткени атымды атағандарды атау менин чечимим. Демек, алар менин атымды айтса, мен де аларды қарғыш менен ескерем. Бұл өкім Алланы зикир қылғанда қайдыгер болбаған күнәкөрлерге тиешелі. Ал эми күнәкөрлік та қайдыгерлік та қошыл ташыл болып тұрып, Алланы зикир қылғандардың абалын өзіңер ойлап көргілі. Bir сахаба мындай дейт: пенделер махшар майданында намаздағы авалдарына жараша алынып келет. Намазында дилгер болып, оқыған намаздан лаззат алған кишилер махшарда да ошондой абалда болушат. Намаз учурунда жогоруда айтылганга тескери абалда болгондор махшарда да ошондой абалда болушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir күнү намазда сакалы менен ойноп жаткан кишини көрүп, эгер бул кишинин жүрөгүндө коркуу сезими болгондо, анын турушунан байкалмак. Жүрөгүндө коркуу жок кишинин намазы кабыл болбойт деген.